Біздің подкасттың соңында Нұрлан ағадан керемет бір жеңілдік бар. Сол нәрсені алу үшін соңына дейін қараңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Есімім Нұрдәулет Ерғалиұлы, психолог, психосоматолог, кәсіпкермін. Аллахтың қалауымен осы жасап жатқан шам подкастымыз өзім сияқты жас жігіттерге, жалпы Қазақстанда бір жақсы жол көрсететін подкаст болады деген сенімде жасалған және ниетте жасалған проект. Аллахтың қалауымен бүгін бізде қонақта біраздан бері планировать етіп жүрген өмірдегі ағам, ұстазым Нұрлан Несіпбай. Бұл кісі Қазақстандағы топ психосоматолог, қаншама топ психосоматологтарды тәрбиелеп шығарған ұстаз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бүгінгі жалпы тақырып, біздің тақырып ақшаға, бизнесқа байланысты, кәсіпке байланысты. Және де бүгінгі тақырып кедейлікке байланысты болайын деп тұр. Кедейліктен жалпы қалай арыламыз, оның себептері, қандай состояниеде адамдар кедейлікке түсіп кетеді, және де қандай убеждениелер оған әсер етеді деген сияқты психологиялық және де өзіңіздің опытыңызбен бөлісіп кететін тақырып болады деп үміттенеміз. Жалпы бүгін Аллахтың қалауымен бірінші тақырыптардың бірі мынау кедейліктегі жаңағы убеждениелер, установкалар. Қалай ол жаңа кедейлікке адамдар келеді, не үшін түсіп кетеді, кедейлік деген не? Психологияда және де өзіңіздің опытыңызда айтып кетсеңіз. Жалпы кедейлік деген нәрсе адамның түп санасындағы тұрған бір сөз ғой. И ол сөздің мағынасы бар. Біреудің мысалы бала шағасы жоқ болса, ол өзін кедеймін деп санайды. Біреудің малы жоқ болса, кедей болып саналады. Бірақ бала шағасы да, малы да болып жүріп, кедей болып жүргендер қазір өте көп. Сондықтан кедейлікті дұрыс түсіну керек. Рухани байлық, басқа жағынан деген. Сондықтан бұл жерде қазір мен түсінгенімше материалдық жаққа байланысты әңгіме болайын деп тұр. И бұл әңгіме, кедейліктің артында тұрған нәрсе, бұл определенный адамның өмірге деген көзқарастарының нәтижесі болады ғой. Мысалы, кішкентай кезінде әкесі айтады. Ақша ол қолдың кірі, ақшасы бар адамдар бұлар осындай болады, ақшасы барлар бүйтеді, олар жаман нәрселерге барады деп, сонда әртүрлі ұғымдарды түп санаға сала береді. Сөйтіп адам өскеннен кейін ақылымен әкесінің айтқанын түсінеді, ол өтірік екенін, дұрыс болмады, оның көзқарасы басқа болды деп. Бірақ адамның түп санасы 7 жасқа дейін қалыптасқаннан кейін ол нәрсе оның қанына, түп санасына нейрон ретінде қалыптасып қалады. И ол ақылмен қанша күрескенмен, бірақ түп санасындағы вторичный программалар оның ішінде установка ретінде жұмыс істеп тұрады. Сондықтан көп адамдардың байлықты, мансапты көтере алмайтыны бар. Аллах Тағала Құранда айтады ғой, мен сендерге көтере алмайтын жүк бермеймін дейді. Сондықтан жақында бір кісімен сөйлесіп отырып, ол кісі айтады, мен күйеуім көп ақша тапса, мен бақытты болатын едім деп. Бірақ ақша таппайды. Мен айтам, сіз неге өміріңізде ақша көп таппайтын еркек тауып алдыңыз? Бұл бірінші сұрақ. Бұл қандай притяжение болды? Екіншісі, күйеуіңіз ақша көп тауып кетсе, қандай қауіп бар? И бірінші сұрақтың жауабын алдық, екіншісі қызық болып тұр. Қандай менің күйеуім ақша тапса, ол өзгеріп кетеді. Қандай өзгерістер болады деген кезде, ол қазір 700 мың ақша табады дейді. Қанша тапқанын қалайсыз десем, 7 миллион, 10 миллион тапса дегенде. Сөйтіп 500 мың тауып жүрген еркек менікі дейді, ол күйеу менікі дейді. Бірақ ол 5-6 миллион, 7 миллион, 10 миллионға шығатын болса, ол менікі болмай қалады, ортақ болады дейді. Мен айтам, түсінбедім, ортақ деген сөз не деген кезде, ол басқа әйелдерге кетіп қалады, ол үйде қонбайды, өзінше болып кетеді дегендей. Енді бұл күйеуінің бай болғанын көтере алмай тұр ғой. Дұрыс па? Ақылмен, тілімен дұға айтып тұр, бірақ түп санасында жүрегінде қорқыныш бар. Блок болған кезде бұл көтере алмайтын жүгі болып тұр ғой. То есть күйеуінің басқа біреуге кеткен бұл көтере алмай тұр. Бұл жерде шариғатта айтылады, көтере алмайтын жүкті бермейміз дейді. Сондықтан осындай установкалар әркімнің басында бар. Мысалы, көп адамдар ойлайды, мен көп жұмыс істесем, менде ақша көп болады деп. Бірақ ол айына 500 мың теңге тауып жүріп, 2 есе көп жұмыс істесе, ол миллион табады. 3 есе көп жұмыс істесе, ол 1,5 миллион табады. Бірақ ол 8 сағат жұмыстықта 500 мың тауып жүрсе, значит, оған 16 сағат жұмыс істеу керек. Или 24 сағат істеу керек. Ұйықтамау керек.
Ал көп жұмыс істесе шаршайды, ұйқысы қанбайды. Шаршаса әлсірейді. Әлсіресе не болады? Ол жатып қалады. Жатып қалса ертең одан да вообще түгі қалмай түбінде өлейін деп тұрды. И ол оның ішінде қорқыныш тұр. И ол оның өмірге деген көзқарасын өзгертпесе, оның өміріндегі істеп жатқан жұмысының конверсиясы көбеймейді. То есть адам ойлайды, мен көп жұмыс істесем, көп табамын. Мысалы, дворник күніне қанша объекттерді сыпырады. Оның квадратный метрін санаған кезде, оның қасында мен вообще жұмыс істемейді екенмін. Бірақ мен күніне 5-6 сағат жұмыс істеймін. И ол 5-6 сағаттың ішінде жұмыста әр сағатын жоқ деген кезде қазір 200 мың теңгеге бағалап жатырмын. И адамдар 200 мың теңге төлейді, келеді. И мен олардың түп санасындағы болып жатқан нәрсені шешкеннен кейін адамдар от души сол ақшаны тастап кетеді. Бірақ мен аз жұмыс істеймін, 1 сағаттың ішінде дворниктің 1 айлық табысы табылып кетеді. И бұл не нәрсе? Бұл көзқарас. И өмірімде мен бұрын 38 жасыма дейін өте көп жұмыс істедім, бірақ ақша табылмайды. Қазір көп емес, бірақ дұрыс түсінікпен, дұрыс ұғымдармен, установкалармен дұрыс шыққаннан кейін оған конверсия басқа болады. Енді жалпы осы жерден сұрақтар туындап тұр да. Жалпы жаңа айтып жатсыз, установка убеждений. Бұл психикадағы кәдімгі бір белгілі бір әрекеттердің болмаса опыттан пайда болған нәрсе. Значит, установка убеждения негізі адамның өмірінде болған нәрсе ме? Жаңа айтып жатсыз ғой. Бір әйел кісі келді, сол әйел кісінің өмірінде болды оқиға. Содан шығарып отқан вывод решениесі болып тұр ғой, получается. Бұл сол кезде түп санасында бір нейрондар қалыптасып қалады. И өмірінде соған ұқсас сәт келген кезде ол бұрынғы қалде қандай болды, сол қалмен жыбырлай бастайды, қозғала бастайды. Бізде менің өзі жеке өмірімде бір болған бір ситуация бар. То есть бір туысқанымыз совет өкіметінің ақшасы құлаған кезде теңге пайда болды. И сол кезде тығып жатқан ақшалардың бәрін жұрттар әкеле бастады. Бірақ мамам менің Народный банкта әлі күнге істейді. Ол кезде Сбербанк болады. Сол Сбербанкқа келеді, енді туысқанымыз істеп жатыр ғой деп әкеледі, и мамам көмектесетін, ауыстыратын. Бірақ бастықтар болды, осы күннен бастап қабылдамайсыңдар дегеннен кейін мамам айтты, енді ақша қабылданбайды, көмектесе алмаймын деді. Бірақ аналар енді туысқан ғой, бірдеңке қылып шешеміз, тем более анау бастық қой дегендей сөйтіп мамаммен келісіп шешіп аламыз деп ойлады. Бірақ ол кісілер мөшек-мөшек ақша әкеледі, бірақ ауыспай қалады. И дәл сол жерде сол ақшаның басында жаңағы кісілер жылайды. Әйелі мен күйеуі отырып жылайды. И сол кезде өсіп келе жатқан кішкентай бала көреді, көп ақша қауіп. Көп ақшаны сен ұстасаң, ол бір күні жоқ болып кетеді, сен жоғалтып аласың. И ол кісі қазір өсті, 30-дан асты, и көп ақша табады. Ақша табудың түп санасында программасы бар. Бірақ ақша қолында тұрмайды. Ол не пәтер алып тастайды, қарызға беріп тастайды, бір жерге жоқ қылып жібереді, ұстап тастайды, қыдырып тастайды. В общем, ақша қолында тұрмайды. Өйткені ақша қолында тұрса қауіп. И ол ақшаны ол көтер алмай тұр. И ол көтер алмағаннан кейін ол тұрмайды, бермей жатыр Құдай. Берекесі жоқ деп сондай проблемамен келеді. Түсіндіре алдым ба? Иә. Жалпы осы жерден сұрақ туындап тұр да. Бізде екі түрлі проблема болады. Бір адамдар бір ақшаны таба алмай жатады. Например, 1 миллион, 2 миллион, 10 миллион, әркімнің өзінің патолог бар. Енді осы біреулер ол ақшаны табады. Жаңа айтып жатсыз, табады, бірақ ол ақшаны тапқан кезде сразу жаратып жіберуге тырысады. Болмаса, білмеймін енді, әйтеуір ақша жоқ болып кетеді дейді, ол расход көбейіп кетті деп айтады. Өздерінің бір белгілі бір береке жоқ кетеді. Ақтап алып жатады. Бірақ осы жерде именно психологияда блок болғаннан кейін, жалпы, болмаса белгілі бір, жаңа айтып жатсыз ғой, қорқыныш болғаннан кейін ол ақшадан құтылып тұр ма негізі? Бессознательно құтылып тұр. Өйткені ол ақша болса, ол ақша күйіп кетуі мүмкін, біреу алып қоюы мүмкін. Сол қорқынышты біле тұрып, ол бейсаналық деңгейде сондай халге түсіп қалады. Бұны вторичная выгода дейді ғой. То есть саналы түрде ақша керек, бірақ түп санасында избавление жасау керек та. Шешімі? Шешімі өткен шаққа деген көзқарасын өзгерту керек. И ол көзқарасты қалай өзгертесің? Оны тек қана регрессия арқылы өзгертесің. Адам кеудесіне ауа тартады, көзін жұмады, сөйтіп ақша кетіп баратқан кезде бұның кеудесінде, көмейінде или ішінде бір ыңғайсыз сезім болады. Сол сезім ішінде негативный самоопределение дейді. Адам өзі негативтік түрде өзіне бір мән беріп қояды. И сол қалды қай жерден үйреніп алды, кішкентай кезінен сол жерге барып, сол жерде шешім түйіндердің бәрін орнына қойып, сол сәттегі көзқарастың бәрін өзгертіп қайтадан шыққан кезде бұл келесі жол дәл сондай сәтте басқаша әрекет жасайды. То есть бүгінгі күнде сұрақтардың көбісі саналы түрде шешілмейді.
саналы түрде шешілсе, қазір искусственный интеллект бар, әлем біраз жерге жетті, бірақ аурулар азайып жатқан жоқ, проблемалар шешіліп жатқан жоқ, наоборот көбейіп жатыр. Өйткені мана жынды бас, мына екі аяққа емес, бүкіл денеге маза бермейді дейді ғой. Сондықтан басты иногда тоқтатып жүрек тыңдай білу керек. Бауыржан атамыз айтқан еді, Бауыржан Момышұлы атамыз. Құдай дейді, миды бәріне береді дейді, бірақ жүректі әркімге бере бермейді. Сондықтан бұл жүректі тыңдай білген адам, и ол миын сол жүрекке құл қылып, соған қызмет ететін халге жеткізген кезде, ол жерде даналық болады. Ол жерде адам көп жұмыс істемесе де, ақшаға көп тырыспаса да, Құдай керегін постоянно уақытында мерзіммен беріп тұрады. Шариғатта мынандай бір сөз бар. Мені қандай, аят қой, мені қандайғы білесіңдер, мен сендерге сондай болам дейді. Сол сияқты адам Аллахтың жаратқан әлемі сондай екенін білгеннен кейін, бұл жерде көп жұмыс істеу керек, сол кезде ақша табасың, Құдай оларға сондай қылып береді. Біреулер біледі, көп жұмыс істемей-ақ табу жолын біледі. Соны Құдай сондай қылып беретінін білгеннен кейін, Құдай оларға сондай болып тұрады. Негізі көп жұмыс істеу тоже вторичная выгода ғой. Чтобы өзінің белгілі бір блоктарын, убеждениесін, установкасын, болмаса белгілі бір травмаларын разгладживать етіп, сол жерден өзінің басынан сипап деген сияқты. Бұл жерде мынандай болуы мүмкін. Бірінші вариант, бұда кінәлі сезім. Мен жұмыс аз істеймін, оны кішкентай кезінде әкесі ұрса береді, арам тамақтар жей бересіңдер анау-мынау. И бұл көп жұмыс істеген кезде жаны тыныш, кінәлі сезім жоқ. Кішкене артық демалып қойған кезде кінәлі сезім іштен оянады да, сөйтіп өзін самонаказанияға келеді. Кінәлі адам ол жаман адам. Бұл бейсаналық деңгейде, саналы түрде кінәлі ештеңесі жоқ. Бірақ бұл әлемнің артында тұрған Аллах тағала кімді жазалау керек екенін шешердің алдында адамның мына кеуде тұсында вибрация жүру керек. Мен кінәлімін, мені наказывать ет деп. Мысалы, бір кісілер үлкен ақшалар ұрлайды. Сол ұрлағаны үшін оларға ешқандай жаза жоқ, спокойно жүре береді. И ай сайын, жыл сайын соны істеп жүреді. Бір адамның ішінде кішкене иманы болады да, бірақ ұрлыққа бір $100, бір 10 000 теңгеге түседі, соны ұрлап алады и іштей кінәлі сезінеді. Кінәлі сезінген кезде бұл өзін жаман адам екенін біледі. Жаман екеніне өзіне определение бергеннен кейін жертваға түседі ғой. Сол кезде тирандар қосылады. И адамдардың бәрі анаған қарата кетеді. Мысалы, налогтан алдап жүрген адамдардың көбісі алдап жүреді де өмір сүре береді. Бірақ біреу бір алдайды да, сол жерден кінәлі сезінеді, кінәлі сезінгеннен шалынады, шалынған кезде ұсталынады. Бірақ біріншіден заңды бұзбай, адал жұмыс істеген адам, ол адал жұмыс істеу керек. Енді шалынып қалды ма, шалынбайтын тұяқ жоқ қой. Тәубесіне келіп, енді қайталамаймын, мойындаймын, енді қайталамаймын деген халге келген кезде уже жеңілдейді. Бірақ ол тәубесіне келе алмай, сол жерде өзін самонаказание болған кезде бейсаналық деңгейде проблема тартады. Сол кезде бәрі басталады. Получается, әрбір адам басындағы проблемалар бар. Әркімнің қазір қанша адам қарауы мүмкін. Сол жерде әркімнің проблемасы негізі өз-өзіне тілеп алған ауруы. Аллах тағала Құранда айтады, сендер өздерің жауызсыңдар дейді, қиянат етесіңдер дейді. Бүкіл жақсылықты мен беремін дейді, жамандықты өздерің тудырып аласыңдар. И өмірдегі болып жатқан қиыншылықтар, жоқшылықтардың бәрін қараса, адамның түп санасындағы болып жатқан нәтижелердің, мақсаттардың нәтижесі болып тұр да. Түсінесіз? Сондықтан кедей адам, кедей болам деп, ол байлар андай-мындай деп, сөйтіп жертва болып, великомученик дейді ғой, Иисус умер за наши грехи, Иисус умер за грехи человечества деп сөйтіп жүреді ғой. Сол сияқты бұл да Иисус сияқты өзінің жаңағы крестін көтеріп алады да, страдать етіп жүреді ғой. Бәрі бақытты болсын, мен ақ страдать етейін. Сөйтіп сондай великомучениктер болуы мүмкін. Мысалы, келді, навестің астында намаз оқып алуға мүмкін бар. Бірақ ол әулие ғой, бетонның үстіне тұрып, жаңбырдың астында страдать етіп, жұрттың көзінше ана жерде ойбай әулие болып тұрған жерде оқиды. Су өтіп баратыр, енді мен страдать етуім керек. Как будто намаз оқу, құлшылық ету, ол страдать етіп, өзін наказывать ету сияқты болып тұр да. Расында ол ондай емес. Аллахта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, жеңілдетіңдер деген, ауырлатпаңдар деген, көтере алмайсыңдар деген. Сол сияқты бұл өмірде адамдарда, то есть позволять ете алады, бірақ өзіне тыйым салады, болмайды, сен не заслужил. Сол жерде бір оценка беріп, өзімен өздері шаршап страдать етіп жүреді. То есть кедей не бай болу, ол адамның түп санасындағы шешімдердің нәтижесі. Бірақ барлық адамдар бай болғым келеді. Бірақ байлықтың артында да бір құпиялар бар. Ол жерде иерархияны соблюдать ету керек. Сен шыққан жерің қай жер? Әкең мен шешең.
әке мен шешеге байланысты ешқандай реніштер жоқ саналы түрде. Бірақ кішкентай кезіне апарсаң, ол нағашына апарып тастаған или брачка дүниеге келген кезде оған көңіл бөлінбей қалған, батя суық болған, ұрысқан, биткен, сөйткен. Сөйтіп әке шешеге деген көзқарастар өзгермесе, адам өмірінде өмірі байлық келмейді. Кесе де Құдай ұзақ уақытқа бермейді, фақыр жоқ қылып жібереді, постоянно қораға кіріп жүреді. Сондықтан өлі риза болмай тірі байымайды дейді ғой. Біз ата-анамыздың алдында балалық рөлімізді атқармай кетсек, анау есіктің алдында күшік галошты сүйреп кетеді ғой. Галоштың бытшын шығарады да, шайнап, сілекей, кір, жүн. Сол сияқты өмірде галош сияқты шайналмауымыз үшін біз біріншіден Аллах, екіншіден ата-анамыздың алдында сый құрметте жүруіміз керекпіз. И вот сол сый құрметте жүрген адам, и ол еще жай ғана сый құрметте жүрмеу керек. Ол олардың алдында кінәл сезінбеу керек. Кінәл сезініп жүрсе тағы проблема болады. Сондықтан бұл жерде бір үлкен комплексный, бір кластерный подход керек болып тұр да. Адам өзгерем десе, ол бүкіл әлемнен емес, өзінен бастау керек. Жұрттан емес, өзінен бастау керек. То есть біріншіден бұның бірінші міндеті қандай? Ата-ананың алдында балалы рөлді ойнау. Мысалы бір одноклассниктер болады, мектепте тупой болған, бірақ өскен кезде де қатты ақылымен блистать етіп жүрген жоқ. Бірақ движение, ақша постоянно. Ана бір рилстар бар, у каждого есть такой друг, который ни хрена не делает, но при этом хорошо живет деген. Сол сияқты олар просто бір иерархияны соблюдать етеді, и түп саналармен Құдайдың бұл өмірде оларды қалдырмайтынын біледі, Құдайдың беретінін біледі, и ол бір сделка істеген кезде тез сделка істелініп кетеді, ақша келіп қалады. А біреулер ақылдылар ойланады, мынау неге бүйтеді, сөйтеді и так далее. Бірақ ақылдыларға да береді Құдай. Бірақ екеуін біріктірген кезде ол жаңағы нұр аля нұр дейді ғой, нұр үстіне нұр болады да. Жаңағы тәуекел, решительность, бұның барлығы сонда әке жақты қабылдамағаннан жаңағыдай пайда болмайтын бір қасиеттер ма? Әке ол асқартау, әке ол қорған. И әкесіне ренжісі бар адамдардың ішінде оның қорғаны жоқ болады. Қорғаны жоқ адамдар, олар қорқып жүреді постоянно. И ол қорқыныш анау қоян сияқты бір жерде қысылып қорқып жүрген емес, ол сыртта бүйтіп мощный болып, красавчик болып отырады. Бірақ іште ана дірілдеп тұрады ғой, вибрация, қорқыныш. Сондықтан бұл қорқыныштардан құтылу үшін бірінші әкемізбен жұмыс істеу керек. Әлем төңкеріліп кетсе де, ата-анасының батасын алып, ата-анасының алдында балалық рөлін атқарған адамның екі жағынан, мына жақтан ата-бабасының күші, мына жақтан нағашыларының күші келеді. Ол қайда жерде жүрсе уверенно жүреді. Анау-мынау майдан нәрселерге размениваться етпейді дегендей. Негізі Құранда да аят бар ғой. Кім маған шүкіршілік етпей тұрып, әкесіне шүкіршілік етпейтін болса, оның шүкіршілік қабыл болмайды деген. Жалпы керемет. Енді сізді 2 жыл өзіңіз айтасыз ғой, 2 жыл болды. Мен бай өмір сүрдім, осыдан алдын кедей өмір сүретім деп ше, ниші болғам деп. Енді бұл жерде сізбен жекеде жұмыс жасадық, оның алдында сіздің опытыңызды өзіміз көріп, жолыңыздан да жүріп өткіміз келеді иншалла. Енді сол жерде мына нәрседе адам лайықтымын, лайықсызбын деп баға береді ғой енді. Біреулер айтады, мен ақшаға лайықтымын дейді, біреулер айтады, лайықсызбын дейді. Осы жерде тағы да қандай установкалар ақша алып келмейтін негізі? Бұл жерде лайықтымын, лайықсызбын деген нәрсе тілмен айтылып тұр ғой. А бұл қал. Сол сезімді сезіне білу керек. Лайықты екенін. И кімге қандай сұрақ қойсаң, жауап артында тұрады ғой. Бірақ сырттай как будто болады да. Как будто лайықты, как будто успешно, как будто крутой. Қазір көшеге шықсаң, 90% машиналар қандай? Рассрочкада, кредитта. Біреу залогта, анау-мынау, үйлерінде бәрі сондай. Бірақ конкретно барын бар, жоғын жоқ деп ешкім айтпайды, көрсетпейді. Бәрі как будто болып жүреді. И сөйтіп ол лайықты екенін көрсетеді да, бірақ жүрегінде ана жерде вибрация бар. И ол жерде кішкене бүйтіп қырып жіберсең, артынан бәрі шығып тұрады. Сондықтан как будто болатындармен қиын болады. Сондықтан ал енді мен өзімді бай, не болмаса кедеймін деп интерпретация берген жоқпын. Бір рилстарда айттым, я был нищебродом деп. Енді сіз білесіз, что рилстың бірінші 10 секундта внимание ұстау керек. Сол кезде я был нищебродом деген кез бәрі деп қалады, ары қарата уже айтатын айтасың. Ол маркетинг. Сондықтан нищеброд болған жоқпын, Құдайға шүкір. Ол кезде де ата-анам тірі, Құдай берген 5 бала шағам бар еді. Ол кезде бай едім, бірақ оны жүрегіммен сезе алмайтын едім. Қазір соны ойлаған кезде Құдайға шүкір деймін. Өйткені соның бәрін көрмеген кезде бүгінгіде болмайтын еді. Қазір енді Құдайға шүкір мүмкіншілік бар. Салоннан машина алып, жаңа пәтер, орталықта жаңа золотой квадраттан пәтер алатын сондай бір жағдайға жетіп тұр да. Бірақ оның бәрі менікі емес.
оның бәрі менің үйдегі жарым, 5 бала шағамның ризық несібесі. Мен просто соған жауаптымын. И мен жалғыз болған кезде Құдай мені вообще түгім жоқ еді. Машинам да жоқ еді, шаруам да, жұмысым да жоқ еді. Үйлендім, Құдай жұмыс берді. Үлкен қызым келді, мықты жұмыс пайда бола бастады, ақшасы келеді. Ұлым келді, бір бизнес аша бастадым, кукурузбен айналысатын едім. Сосын үшінші қызым София келді, сонымен уже тағы бір жаңалық болды. Мариям дүниеге келген кезде төртінші қызым үй салынды. Бесінші қызым дүниеге келген кезде мен психосоматологияға кірдім. И солардың ризық несібесімен Құдайға шүкір жүрміз. А так біз я никто и зовут меня никак дейді ғой. Бұрын балтолог болғанбыз, әлі де балта етіп жүреміз. Бірақ бұрынғы балтология ол конверсия бермейтін. Қазіргі айтатын сөз адамдар 150-ден $500 дейін сағатына дейін төлеуге дайын да. Сондықтан бұл жерде комплексный подход керек. Ата-ана, установкалар, көзқарас, міндетті түрде пірі жоқтың пірі шайтан дейді ғой. Бір ұстазың болып содан шапанына ілініп алып сонымен ускорение жасап алса болады. Сондықтан дұрыс курстар, дұрыс марафондарды алған өте маңызды. Бірақ оны мониторить ету керек, қарау керек. Қазір ақ ит, көк ит дейді ғой. Бәрі курс, бәрі марафон, барасың, бірақ фактически нәтиже болмайды. Біз енді Құдайға шүкір курс сатамыз, арзан емес. Біз бүгінгі күнге дейін 547 адам уже оқытыппыз. И оқытқан кеткен шәкірттердің бәрі Аллаға шүкір бір ауызда бәрі риза. И соны берген кезде мен іштей сезінемін. Мен качественный нәрсе беріп жатқаныма. И соны качественный нәрсе бергеннен кінәлі сезім болмайды. Кінәлі сезім болмаса сен лайықтысың. И келген ақшаны сен спокойно жаратып жүре бересің. Осы жаңағы лайықты лайықсыздан кейін обязательно қойылатын сұрақ. Жалпы бизнесте жүргеннен кейін, бұл жаңағы бизнесте жүрсің, одан кейін найымда жүрген адамдар бар. Көбінесе бір не жоқ та, зона комфорта деген жоқ олардың негізі басынан. Секіріп тұрады, ақша да секіріп тұрады, табыс та секіріп тұрады, потом стабильность жоқ деген сияқты. Осыларда обязательно белгілі бір психосоматикалық аурулар бар. Сізге енді 4000-нан астам сағат қазір өткен. 4582 адам қабылдадым. 4582. Осы жерде сізге по-любому бір кездесті ғой, жиі кездесетін топ 5 ауру, осы ақшаға байланысты, установкаға байланысты айтып кетсеңіз. Ақшаға байланысты ең основной ауру ол бел. Бұл надо, тоқтамайды, надо заставлять етеді. То есть демалып алу керек болғанның өзінде де надо деп өзін заставлять етеді. Сол кезде омыртқаға кеп тиеді. Біріншіден, екіншіден вдруг жүрмей қалады, вдруг ақшаны ұстаймын келмей қалады, істеген нәрсемнен пайда түспей қалады деп кедейшіліктен қорқыныш болған кезде бұл екінші ауру. Үшінші ауру бұл аяқ ауру. Тізеден төмен қарата адам өзінің бағытын таба алмай, определяция ете алмай қалған кезде вросший ноготь, тырнақ кіреді, стопада проблема болады дегендей. Сосын өкше. Өкше ол опора, ол біреуден бірдеңе күтіп жүреді. Бесінші ауруды не деп айтсам болады? Жүрек аурулары. Жүрек аурулары ақшаға байланысты уайым қайғысы болса міндетті түрде жүрек ауру болады, бірақ жүрек ауыратындардың көбінесе болмайтын нәрсеге қатты мән беріп жүреді. Ол ақшасы болса да болмаса да жүрек ауырайын деп тұр ғой. Переувеличивать. И жалпы аурулардың бәрі ақшаға қарамайды, адам ішіндегі халіне қарайды. И оның жүрегіндегі болып жатқан нәрсесіне қарайды. Сондықтан конкретно бір ауруды алып ақшаға байланысты, анаған байланысты деп айта алмаймын. Әр случай индивидуальный, әр адамға жеке подходить ету керек. Негізі біраз нәрсе өзімде түйіп жатырмын. Негізі бұл жерде потом мынау жаңа индивидуальностьқа байланысты бір жолда кетіп бара жатып сізбен әңгіме болды ғой, қар туралы. Негізі 1 квадрат жерде 350 миллион қар болады екен, 350 миллион жаңағы формасы болады екен. Бір кісі 40 жыл ма суретке түсіреді, ана 5300-ге жуық суретке түсіреді екен да, суретті. Сол жерде бірде-бір қардың формасы бір-біріне ұқсамайтын анықтаған да. Сурет қайталанбай ма? Қайталанбайды мүлде. Сонымен жаңа сіз айтып отырсыз ғой, индивидуальный адам. Уникальность. Уникальность жаңа бір-бірімен салыстырып, біреу озып жатады, біреу жаңағы сенімен бірге бастаған адам уже оборот кетіп қалған деген сияқты. Осы жерде де көре алмаушылық, қызғаныш нәрселері проблема тудырады ғой негізі, эмоциялар. Біріншіден адамды жаратқан Аллах қой. Аллах тағала адамды бірегей қылып жаратқаннан кейін уникальный қылып. И оның уникальнысын өзі қабылдамаса, бұл жерде проблема басталады. Өйткені жаңағыдай басқалармен салыстырады, бүйтеді, энергия көп кетеді, күш кетеді. И оның бәрі, сол энергия, күштің бәрі ақшаға монетизироваться еткеннің орнына, ол жаңа көре алмай,
бір-бірімен салыстырып, сонымен бүкіл ішіндегі ресурстың бәрі кетеді. Сондықтан кәсіпкерлерге айтатын или кәсіппен айналысам деген адамдарға айтатын менің жаңағы совет дейді ғой, ол былай: бақыт, анау кәсіппен айналыспай жүрген или кәсіпке тырысып жүргендер ақшаға жетем дейді ғой, бірақ байлыққа жетем дейді ғой, бірақ байлыққа жеткен адам бақытты болмайды. Өйткені байлық бақытта емес. Анау жоқ, менің ақшам жоқ, ақшам болса мен бақытты болып кетем дейді ғой, анау жоқ болып тұр ғой, как будто ақша келсе бай болып кетеді, бірақ ақша келген кезде ол түсінеді, бақытты болмайды. Сондықтан ақшасыз жүріп бақытты болған адам ақшасы болған кезде де бақытты болады. Ақшасыз бақытсыз болып жүрген, ақшасы болса да ол бақытсыз болады. Сондықтан бұл жерде түсіну керек, адам өзінің бірегей екенін. Екіншіден, жаңа успешный успех деген нәрсе ол өтірік әңгіме. Успешный успех жоқ. Біз қазір біреуінің ақшасы бар, киімі бар, оның бәрі, ертең светті өшіріп тастаса, оның электрокары модный бола ма, оның телефоны модный бола ма, гаджеттер бәрі шашылып қалады, уже модный болмай қалады. Сондықтан ол да андай бар екен, менде мынандай жоқ, мен сондай боламын деп соны тырысады, сонымен күші энергиясы кетеді. Бірақ ол барымен базар болып содан ләззат алған кезде, өзінің бірегей екенін біреумен өзін салыстырмай жолын жүрген кезде, ол тарихта бір қызық бір тұлға болып өзі шығады. Бірақ ол өзін біреумен салыстырса, ол бола алмайды ғой, өйткені ол бөлек адам, оның жолы бөлек, оның ризық несібесі бөлек. Бірақ жұрттың бәрі соған ұқсаймын дейді де сөйтіп кетеді. Сөйтіп шаршайды. Сөйтіп соған жете алмағаннан кейін әлсірейді, сосын өзін жейді, содан кетті қайтадан. Айтып жатсың, уникальность, әрбір адам уникальный. Қазақшасы бірегей. Бірегей. Әркім өзінің жолы бар негізі. Сіздің жүріп өткен жолыңыз бар. Және де сол жүріп өткен жолдағы қиындықтар осы алдымызда отырған Нұрлан ағаны шығарды да. Экспертность жағынан, жаңағы бір белгілі бір опыт, белгілі бір өмірдегі тәжірибелер. Темір болат болу үшін ол 1000 градус ыстықтан суықтан өтеді ғой. Сол сияқты өтіп көрмегенше жеткен кезде қадірін түсінбейді адам. Сол бір халге келе алу үшін, бір деңгейге келе алу үшін негізі осы жерде сабырлық танытып, қазіргі халде, және де осы жердегі болып жатқан нәрселерге шынайы шүкіршілік ете алу керек. Шынайы шүкіршілік ете алу деген нәрсе болашақтағы шүкіршілік қой. Жоқ, адам сәтте шүкір болу керек. То есть адамның бақыты біз предназначение іздейміз, ананы іздейміз, мынаны іздейміз, оны болашақтан іздеп жүреміз да. Бірақ өткен шақтағы нәрселерді жібере алмай, соның бәрін басымызда айландырамыз да, сол тәжірибелердің арқасында болашақтан қорқып жүреміз. Мысалы, жаңбыр суббота күні жауы керек дейді. Біз вторник күні зонтикті ашып аламыз да, ойбай, кажется, дождь собирается, қорқып жынды болып жүреміз. Қанша энергия кетеді. Өткен шақты ойлап қанша энергия кетеді. Бірақ адам осы сәтті улавливать етсе, здесь и сейчас, осы жерде болып жатқан, мысалы, қазір біз подкасттан ләззат алуымыз керекпіз. Подкаст бітеді, не болады? Сол болған нәрседен ләззат ала біліп, на месте болған кезде жүрек тыныш, шүкір қалде. Аллах тағала айтады ғой, шүкір етсең маған, тағы беремін саған дейді. Біз болашақты ойлаймыз, салыстырамыз, битеміз, болмаған нәрсемен, бір иллюзиямен, өтіп кеткен жоқ нәрселермен жынды болып жүреміз. Осы шүкіршілікті ашып түсіндіріп берейікші негізі. Шүкіршілік деген нәрсе, хәл, ол қандай хәл? Мысалы, сен подкастқа қазір келесің. Сөйтіп Яндексті ашасың. Сөйтіп жерде эконом такси болады. 500 теңге. И бизнес 1500 теңге. Комфорт 900 теңге. Сен бүйтіп қарайсың да, не бар? Бір кішкене ғана жүре салам ғой дейсің, эконом 500-бен шақырасың. Сөйтіп жетесің де тіліңмен шүкір етесің. Бірақ жүрегің айтады, ё-майо, мына машина сасық екен, жүрісі бір түрлі екен, әңгімесі бір түрлі екен, анау деп. Сен тіліңмен шүкір етесің, жеттім деп шүкір етесің тіліңмен сырттай. Бірақ ішіңдегі қалың ана жерде желкеніп, әңгімесі ұнамай бүйтіп шығасың. Шүкір болды ма? Аллах тағала айтады, мен сендердің сыртқы келбеттеріңе қарамаймын дейді, жүректеріңе қараймын дейді. Жүрегі быт болып жатыр. Енді комфорт плюс или бизнес шақырдың, сен ана жерде моменте салоннан, тазалығынан, жүрісінен, машинадан ләззат аласың. И сен тіліңде, жүрегіңде шүкір етеді. Сондықтан сен жеп отырсың, алдықтағы Құдай алдыңа соны әкелді ма? Құдай әкеп тұр оны. Соны алып жеп, содан ләззат алсаң, осы шүкір етесің. Сенің өзің мысалы, таңертең тұрдың, күніне, оказывается, әлемде, жер бетінде 500 мыңға жуық адам өліп қалады екен. Бүгін оянбайды екен да. То есть ол ертеңгі күнге жетпейді, 500 мың адам. Сен сол 500 мың адамның қатарында болмасаң, қуанатын сәт па? Қуанып қаласың, ой, жақсы болды. Бірақ ол 500 мың адамның қасында әрқайсының жақын 5 адамы бар. Мамасы, папасы, жақыны, досы дегендей.
И ол 2,5 миллион адам бүгін таңертең жақын адамсыз дүниеге оянды. И сен сол 3 миллион адамның қатарында болмасаң, уже шүкір етуге бар да. Бірақ біз шүкір етпейміз ғой. Постоянно недовольны болып жүрміз ғой. Анау нетті, мынау нетті, неге бүйтті. Телевизорды қосамыз, біреу сөйлеп жатыр, бұл ұрлықшы ғой, бұл бүйтті ғой. Бұл мемлекет маған не берді деп. Жоқ, шүкір ететін жаңағы квантовый воин дейді ғой. Адам, өсетін адам. Мемлекет мен үшін не істеді емес, мен мемлекет үшін не істей аламын. Удача. Иә, мен не бере аламын, мен қандай қызмет ете аламын. Мысалы, бизнес ол сенің қоғамға, адамға деген істеген пайдаларыңның нәтижесі. Чем сложнее, чем қиын сұрақтарды сен шешсең, саған көбірек ақша береді. Сен майда-шүйда проблемалар шешіп жүрсең, саған майда-шүйда ақша береді. Мысалы, біз келеміз, бізге адам келеді. И ол келген кезде панический атакадан. Панический атаканы ешкім ешқай жерде емдей алмайды. Дәрі береді, басады. Психотроп жасатады. Иә, психотроппен басып тастайды, андай қылады, мындай қылады, қамап тастайды, триггер жоқ, жатады, біткеннен кейін қайдан шығады. Бірақ бізде панический атака 45 минуттың ішінде проблема шешіледі. И оның проблема шешілген ол ақша беруге от души береді. Бірақ ол оны шешу үшін бүкіл әлемді аралады, не бір психотропын көрді, не бір наркотический веществоларға барды, түбінде шеше алмады. Сондықтан бизнес ол сенің адамдарға беріп жатқан пайданың нәтижесі, обнал ретінде келеді. Бірақ сен соны пайданы, содан нәтижесінен ақша көрем деп істесең, сен ақшамен тағы да сыналасың. Мен бір видеом бар, общий қосқан кезде примерно 10 миллионнан астам просмотр жинады. Адамның жүрегінде бір орын бар дейді. Сол орынға адам ақшасын салса, ақшамен сыналады. Қатын салса, қатынмен сыналады. Дүниесін салса, дүниемен сыналады. Бірақ дүниесі ақшасы қалтасында, жақсы көретін адамы жанында, машинасы астында, үйінің ішінде тұрып, жүрегінде тек қана Құдай болса, Құдай бәрін реттеп қояды, өзі реттеп береді. Бірақ біз оны істей алмаймыз ғой. Сөйтіп түбінде өзімізбен өзіміз адасып, жынды болып, орын таба алмай жүреміз. Енді біз өмірде адамдардың қиын проблемаларын шешіп, нәтижесінен ақша күтпей, просто пайдам тисін деген кезде ақша просто побочный эффект болып келеді. Бірақ ақшаға тірелдің ба, ақшамен сыналасың. Ол кеседе мимо кетіп қалады, кеседе расход көп кетеді и так далее. Сондықтан сен пайдаң тисін, сол істеген пайдаң үшін Құдай побочка қылып ақшаны беріп қояды. Түсіндіре алдым ба? Мощный рилс болатын сияқты болса. Короче, осы жерде жаңа бір керемет сұрақ туындап тұр еді негізі. Жалпы бізде ақшаға байланысты көп нәрселер қозғалып жатыр ғой. Енді жалпы сіздің осы қазір Instagram, TikTok деген желілер кәдімгі инструмент, маркетинг инструмент та. Сізде сол жерде өте қаралымдар көп, біріншіден. Екінші, ол жерде воздействие. Сіздің жаңағы рилсыңызға, инстаграмыңызға, тиктогыңызға лайк басады, бөліседі. Воздействие. Енді сол жерде жалпы бір сіздің құпияңыз бар ғой тоже. Например, бір жүректен жүрекке жету үшін деген сияқты бір сөздер. Осы жерде қандай хәл болу керек, чтобы больше просмотр, больше охват алу үшін? Керемет сұрақ. Мысалы, адам жүректен жүрекке жеткізу деген нәрсе, ол нәтиже ғой. Нәтиже Алладан ғой. А менікі істеу. Ол жүрекке жете ме, жетпей ме маңызды емес. Мен жүрегімде не бар? Моменте не сезім, соны айтам. Бола ма, болмай ма, маған маңызды емес. Құдай үшін айттым, результат керек емес. Мысалы, бүгін бағана бірге көрдік, воздействие 6 миллионға шықты. 5 миллион 900 болып тұрған, екеуміз ашқан кезде 6 миллион воздействие болды. Пақыдай қалды. Маған бәрібір. Ол 6 миллион ба, 6 штук па, маған мәнді кім беріп тұр? Біз беріп тұрмыз. Бірақ Құдай үшін 6 миллион доллар, 6 доллар или 60 мың доллар оған вообще значимо шоқ. Бірақ сол ақшаға мәнді біз беріп жатырмыз. Қазір интернетті өшіріп тастаса, Каспийдің ішіндегі жатқан ақшаның құны қала ма? Жоқ қой, бітті. Наличка іздеп кетесің ғой. Ертең наличканың бәрі, валютный системаның бәрі жоқ болып кеткенде не істейсің? Сен курткаңды бересің, маған нан бер дейсің. Саған уже анау Каспий, Маспий, телефон, гаджет уже қызық емес, өйткені свет жоқ. Сен электрокарың қора болып тұр, болды, орын алып тұр, бітті. Сондықтан сол болып жатқан нәрсенің бәріне біз мән береміз. Менің айтайын деген кеңесім, мән бермеу керек. Бар ма? Бар, жоқ па? Жоқ. Моменте жағдайын кеп тұр ма? Ал. Бірақ оны жүрегіне кіргізбе. Біз соған кіріп кетеміз ғой. Сосын сол машинаға кіріп аламыз да, машинамен сыналып жүреміз. Ана жер сырылып қалды, анау ұрылып қалды, анау сынып қалды, мынау сынып қалды деп. Өйткені машина жүрекке кіріп кеткен. Жүректің орны Құдайдікі. Құдай сразу сынайды. Мен түсінгенім, ой келеді, болмаса жүрекке сезім келеді. Мына нәрсені айт, болмаса жаса.
уже ожиданиемен қоспайсың, қанша просмотр болады, лайк бола ма болмай ма, просто аласыз, жасайсыз. Осы жерде негізі решительность өте важный роль ойнайды негізі. Бұл жерде ақылды өшіру керек те, просто істей беру керек болды. Мысалы ақылды қосып оценка жасайсың ғой, маркетингте мынандай бар, мынандай нәрсені соблюдать ету керек, жаңағыны бүйту керек, сөйту керек дейсің ғой. Соның бәрін істеген кезде бір шаршап істейсің, бір нормально болады. Бірақ менің жаңағы ролигім бір парақшада 4.600.000 просмотр болып тұр. И ол ролик кафеде. И мен бір 15 адамның ар жағында отырмын. Бер жағында мобилограф жігіт түсіріп отыр. Ол қонақ болып отырған жігіт. Соткасын шығарады да мені түсіреді. Арада бутылкалар тұр, боржомен бутылкалар тұр. Микрофон жоқ, студия жоқ, сәресінің уақыты, анау Алани деген кафеде адам көп. Сөйтіп сол ролик пах етіп атады. Дайындық жоқ, ожидание жоқ, ештеңе жоқ. Мен Қытайда жүргем, 3 аптадан кейін маған звондайды, сіздің бір ролигіңіз миллион асты. Екінші 2 миллион болды. Бір аптадан кейін келсем уже 3,5 болып кеткен. Сөйтіп бүгінгі дейін 4.600.000-ға дейін жиналып қапты. Сондықтан или Құдай үшін істе от души, или просто істеме от души. А нәтиже ол побочка. Береке. Ол конечный результат. Конечный результат бізге байланысты ма? Жоқ. Біздікі подкаст түсіру. Көре ма, көрмей ма? Мысалы, осыдан 3 апта бұрын Арман Юсуповпен подкаст түсірдік. Менде ешқандай ожидание болған жоқ. Бола ма, болмай ма, оның аудиториясы қандай, не болады? Шақырды, келдім. Мысалы, сен шақырдың, мен келдім. Маған нәтиже қызық емес. Маған в моменте бір адам тыңдаса да болды, тыңдамаса одан ары. Бірақ мен міндетім сөйлеп кетіп. И 300.000-нан астам просмотр жиналады. И Арманның, бүгін Арманмен таңертең кездестім, ол маған проработка келген еді. И ол жерде айтады, біздің видео, совместный видео бомба болды ғой дейді. Бүкіл шаблондарды жыртып жатыр. Скорость уже өсіп кетіп жатыр. То есть 3 ай бұрын түсірген адам Петр Осиппен түсірген 89.000 просмотр. Дашкевичпен түсірген 92.000 просмотр. И олар 4 ай бұрын түсірген. Бізбен түсірген видео 1 айға жетпей 300.000-нан асып тұр. Мен биттім де, жарайды, болса болды, болмаса одан ары. Күтім жоқ. Сіздің жалпы ең алғашқы телевидениеге шығып жүрген кезде осы бір айтқан сөзіңіз қатты есімде қалып кетті. Мен соны әрекетке айналдырып жүрмін. Жалпы бір результат болатын болса, бүкіл мадақ пен мақтаудың бәрі Аллаға тән. Мен маған келе жатқан мақтауды Аллаға қарай жіберіп жіберемін сразу. Оны біз еще тілмен айтпауымыз керекпіз, оны жүрекпен айтамыз. Тілмен жақсы, пожалуйста дейсің ғой, сен мақтап жатыр, молодец, красавчик, андай болды деген кезде, сен құлағыңа кіреді, құлағыңа кіргеннен кейін сен ақылыңмен өзіңе присваивать етсең, сен проблема болады. Сөйтіп мақтау мен мадақ Аллахқа тән болғаннан фақат беріп жібересің, сөйтіп жаның тыныш болып жүреді. Сол кезде айтып едіңіз, мен арқам ауырады деп айтқансыз да. Мен арқам ауырады, если мен нәрсені өзіме алсам. Мен қазір аламда Аллаға жіберемін, болды деп бір кішігірім сторис жасағансыз. Сол есімде қалып қалды да, соны әрекет жасаймын. Менде и так арқамен проблема. Осы нәрсені жасасам, облегчение болады сразу. Жалпы енді уақыт болып жатыр екен. Бүгінгі подкаст негізі пайдалы болды деп ойлаймын, мощный. Және де бұл жерде шығаратын белгілі бір вывод решениелер бар ғой. Мен түсінгенім, адам бірінші жүрегін тыңдау керек екен. Себебі ақыл ол опыттың нәрсесі ғой на самом деле. Опыт өмірде осы. Сол жүрек пен ақылды тыңдау үшін ол ажырата білу керек қой. Иә. Ол тағы бір проблема. Айта беріңіз. Жалпы миым жарылып отыр дегенсіз ғой. Негізі сол ақылдан бірінші жүрек. Жақында тоже бір кісіден тыңдадым. Жақында ғана ғылыми зерттеу болған екен. Сол ғылыми зерттеуде жүректің жоғарғы жағында бір нейрондарға ұқсайды, бірақ нейрон емес. Ол нейрондар прямой мынау мозговой не дейді ғой, арқаның миы, потом кәдімгі өзіміздің миды сол екеуін басқарады екен дейді да. Және де осы кім жүрегін тыңдайды, дәл осы жерден шешім қабылдайды, ол сразу ана жақпен шешім алады дейді да. Сол сияқты мен бірінші түсінгенім, бизнеста болсын, кез келген салада, ісіңде бірінші жүрек тыңдай алу. Соны чуйка дейді ғой бизнесмендер. Бірінші осы, екіншісі шешім. Важно, просто алып, келді ма, әрекетке кірісіп кету. Ойланбай, анализ жасамай, бірінші әрекетін жасап көру, Аллаға тапсыру, ожиданияға кірмей, себебі ожидание ол кірген адам обязательно негізі бір сыналады, проблема туындайды. Және де төртіншісі, жаңа айтып отырсыз, ұстаз. Обязательно әрбір адам, ар жақта көріп отқан болсын, көрмесе де,
ұстаздың болуы негізі ол нәрсені мен осыдан алдын ұзақ уақыт бұрын қабылдап қойғанмын. Өздеріңізге постоянно жүгініп тұрамын. Пірі жоқтың пірі шайтан дейді ғой. Иә, Аллахтың қалауымен менің өсірген жалпы Аллахтың қалауымен және де себепкер болған кісілердің бірі сізсіз да. Бір история айтып кете салайық. Сізбен, 2021-22 жылдары кездестік. 22-де мынау Алматы қаласында не болып жатыр, по-моему. Алматы моя первая любовь деген концерт болды постоянно. Алматы менің бірінші махаббатым деген. Сол жерде Нұржан Керменбаев па біреу сахнада өлең айтып тұр. Сосын Нұрлан ағаны күтіп тұрмын мен. Нұрлан аға, қазір мен консультация бітеді, онда шығам дейді. Менің қалтамда где-то 500 теңге ма, 1000 теңге ма бар. Талғарда тұрамын. 40 мың теңге ма квартира. Соған дейін қайтадан ғана жолда тұр ақша. Сонымен шығады, Нұржан Керменбаев қой, кеше келіп кетті, амандасты деп әңгіме айтып кетіп бара жатырық. Сонымен жоғары жаққа бардық та бір кофейняға отырдық. Нұрлан айтады, менюдан береді да, не жейсің, таңда дейді да. Мен айтамын, жоқ, мен тойып тұрмын, су бере салсын деп қоямын ғой, ана бір ұялып тұрмын ғой. Сөйтсем айтады, сездіңіз ба, білмеймін, Алла салып қойды ма. Заказ бер, мен қайнаған сегодня угощает дедіңіз. Сонымен сол жердің өзіне өзіме позволить алмаймын ғой. Бір средний, ең арзан болмақ қалмасын, кішкене среднйлау бір нәрсе заказ берейін дедім да. Еще жүрекпен емес, ақылмен заказ беріп жатырмын ғой жаңағыдай. Заказ бердім, отырдық. 15-20 минут, техника 2 стол деп айтады ма, 2 стол. Сол жерде сол техниканы жасадыңыз. Мен былай қараймын ғой. Тоғжанда сөйтіп өскен еді ғой. Иә. Мен қараймын ғой, оның алдында бір екі консультация өткем. Жоса фигня деймін, мынау не болып жатыр өзі? Былай секіріп отыр, мынаған секіріп отыр. Кім екенін жаз, анау деген сияқты өзінің бір шарттары бар, сол шарттарын орындап жатырық. Немене бәлем мынау деп, жынданып отырмын ғой енді. Ожидание көріп кеткен ғой, мынандай болу керек деп. Сөйтіп жынданып, бір кезде отпускать еттім мына нәрсенің барлығы, сезімдерін бір отпускать етті. И жаяу түсеміз ғой, сіздің үй жаққа дейін. Иә, есімде. Иә, сонымен жаяу түсіп әңгіме айтып жатырмыз. Уже мына жақтың бәрі руханият бүйтіп ашылып жатыр ғой, бітіліп қалған нәрселер ашылып жатыр. Сонымен содан кейін 1,5 айдан кейін мен 1,5 миллион теңге таптым. Алғашқы. Ақшаң пайда болып жоқ болып кеттің ғой өзінше. Сонымен сіздерге жақсы кеңес, егер финансовый консультация болатын болса, Нұрлан аға смело барыңыздар. Аллахтың қалауымен себеп жасайды. Себебі менің өзімнің жеке басымнан өткен от души бір не ғой, рекомендация ғой. Осының басына қарай қойып қойық дегенсің ба? Ақшаға байланысты консультация обязательно өту керек деп ойлаймын мен. Енді алғашқы Нұрдәулеттен келсеңдер, мен сендерге 20% жеңілдік істеп беремін. Иншалла. Жалпы керемет болды, Алла риза болсын. Осы подкастты негізі біз как минимум 6 ай бұрын ба, 5 ай бұрын ба келістік. Нұрлан аға сол күні туған күнін тойлатқан. Сөйтіп таңертең звондап тұр, тура 5 минут алдын. Нұрдәулет, мен ұйықтап қалдым. Сенің ақшаның бәрін төлейін подкасттың. Қанша теңге болды? Мен айтамын, 3 нәрсе болған жоқ. Жарайды. Бір Алла жазған кезде жасаймыз деген бір план болған. Аллахтың қалауымен 6 айдан кейін. Бүгінгі күнге келіп тұр екен да. Енді ақшасын төлейміз дегенсің. Жақсы, рахмет, Алла риза болсын. Аллах бәрімізге разы болсын. Бірақ сен ол кезде жоқ дедің ғой. Иә деген кезде мен төлеп тастаймын.